Баршаңызға сәлем, құрметті достар, оқушылар. 10-шы сыныптың химиясы 4-ші тоқсан, 3-ші Б жұбы жұмысы спирттер тақырыбына байланысты. Бүгін сіздермен бөлісетін боламын шығару жолын, менімен бірге болыңыздар. Бірінші сұрағымыз: берілген формулаларды изомерлердің түрімен сәйкестендіріңіз. Бұл жерде көміртек қаңқасының құрылысы бойынша изомерлену екінші формулада көрсетілген. Көміртек тізбегіндегі гидроксил тобының орнына байланысты бұл үшінші жағдайда көрсетілген үшінші формулада, ал классаралық изомерлену бірінші формулада көрсетілген. Кестеде берілген формулалардың атауын қолдану аясын жазыңыз дейді. Бірінші формуламыз бізде атауы пропанол, бояу лак өндірісінде еріткіш ретінде қолданылады. Келесі этанол, медицинада залалсыздандырғыш ретінде, глицерин, ол жуғыш заттар жасауда маңыздылығы жоғары. Келесі екінші тапсырма: спирттердің химиялық қасиетін ескеріп, мүмкін болған реакция теңдеуін аяқтаңыз. Түзілген заттардың атын атап, реакцияның жүру себебін түсіндіріңіз деп жатыр. Яғни бұл жерде жүретін реакция бірінші жағдайда ғана реакциямыз біздің жүреді. Ал қалған жерлерде реакция болмайды. Жаңа айтқанымыздай, бұл жерде тек бірінші жағдайда ғана реакция жүреді. Этил спирті температура қатысында ыдыраған уақытта бізде этилен мен су алынады. Ал енді басқа реакцияларда температура, жаңағы жүру жағдайлары көрсетілмеген, температура, катализатор қосылмағандықтан реакция жүрмейді. Үшінші тапсырма: бір атомды спиртке сапалық реакция жүргізу үшін қолданылатын реактивті көрсетіңіз дейді. Бұл жерде реактив мыс оксиді, бірінші атомды спиртке арналған бір атомды. Ары қарай кеттік. Төртінші тапсырма: 1,2 литр этиленді гидратациялағанда шығымы 80%-ға тең спирт түзіледі. Осы спирт түзілу үшін қанша грамм глюкоза спирттік ашуға түсу керектігін анықтаңыз дейді. Міне сіздерге берілген жазып қойдық. Мына жерде масса деп қателесіп кетіппін, көлемі болады, В деп жазып қойыңыздар. Көлемі этиленнің 1,2 литр, спирттің шығымы 80%, енді глюкозаның массасын табу керекпіз. Берілгенін жазамыз. Ең әуелі глюкозадан спирт алып аламыз, одан кейін сол спирттен этиленді алып алдық. Бұл жерде енді X-тер табуды біз X1-ден бастаймыз, Міне берілген жазып қойдық. Этилен үстіне 1,2 литр деп жаздық, асты 22,4 литр. Спирттің астына массасын жаздық, 46 грамм деп. Сөйтіп X1 тапқан кезімізде 2,3 грамм шықты. Қараңыздар, енді бұл 2,3 грамм дегеніміз 100% кездегі шығым. Ал бізде не деді? Шығым 80%-ға тең деді, значит 80% X деп табатын болсақ, бұл жерде таза массасы спирттің 80% шығым кездегі 1,84-ге тең болды. Міне сол 1,84-ті алып келіп біз мына жерге қойдық. 1,84 глюкозаны табу мақсатында, міне X2 деп біз міне глюкозаны тауып жатырмыз. Глюкозаның молекулалық массасы 184. Осылайша X деп тапсақ, жауабы 3,6 грамм шығады екен. Соның жауабы 3,6 грамм болады. Келесі 5-ші тапсырма: заттар айналымын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Метаннан ацетиленді, одан бензолды алу керекпіз, одан хлор бензолды, фенолды және соңғы өнім 2,4,6 трибром фенолды алу керекпіз. Міне сіздерге жазып қойдым. Метанды 1500 градуста қыздырған уақытымызда ацетилен алынады. Сол ацетиленді тримелейтін болсақ, яғни үшезелейтін болсақ, бензолды аламыз. Бензолға хлорды қосу арқылы хлор бензол алып, арымен қарай оны натрий
гидроксиймен әрекеттестіру арқылы фенолды алып, фенолға бромды қосатын болсақ, 2, 4, 6 трибром фенол алады екенбіз. Міне мына жерге сізге әлде ашып қойдым. Мына жер 2 деген мағынаны білдіреді, иә? Мына жер 4, мына жер 6. 2, 4, 6 орындарда бром орналасқандықтан 2, 4, 6 бромфенол деп аталады. Міне осымен бір жұп жұмыс аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік достар.